Хидан фанаттардың арасындағы ең сүйікті, харизмасы көп, есте қаларлық кейіпкерлердің бірі. Оның Наруто анимесіндегі орны тым бөлек. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, және мен бүгін сіздерге Хиданның өмірі жайлы айтатын боламын. Кеттік. Хидан жасырын ыстық бұлақтар ауылының тумасы. Хидан өз ауылында шиноби ретінде жұмыс жасады. Хидан боз бала кезінде Джиго Куданиді көріп, қансыра бөліп жатқан Чиноики кланының адамдарын көрді. Үлкен соғыстар аяқталған соң, оның ауылы туристік өлкеге айналды. Хиданға бұл жайт ұнамады. Сол үшін Хидан наразылық белгісі ретінде өзінің алқаш орыс көршілерін өлтіріп, өз ауылын тастап кетті. Артынан Хидан Жашинкё дінімен танысты. Жашинкё дінімен жете танысқан Хидан өз өлместік қабілетіне ие болды. Хидан жайлы естіген Акацки ұйымы Акузу, Итачи және Конанды Хиданды Акацкиге кіргізу үшін оны табуға жіберді. Және олар Хиданды тапты. Хидан өз дінінен бас тартпайтынын жеткізді, және ол Какузудың мәңгілік өміріне қызықты. Сол үшін Акацкиге мүшелікке өтті. Акацкиде Хидан Какузудың әріптесі болып, онымен бірге миссияларға қатысты. Хидан ең алдымен Какузумен бірге екі құйрықтының Джинчурикиі Ниги Югитоны ұстау миссиясында көрсетілді. Олар екі құйрықтыны оңай ұстады. Содан кейін Хидан мен Какузу от храмын талқандап, монах Чирикуды өлтіріп, оның денесін алмастыру пунктіне алып кетті. Артынан канохалық отрядтардан ол екеуін Изумо, Катецу, Шикамару және Асумадан тұратын команда кездестірді. Төбелес басталып, Хидан Асуманың мықты соққыларына, Катецу мен Изумоға оңай қарсы тұрды. Хиданға физикалық жарақаттар әсер етпейтіні, оның денесі тез жазылып кететіні анықталды. Ол Акацкидегі ең баяу шиноби болса да, ол мысықтай етті және қасқырдай шыдамды, аюдай күшті және соққылардан қашу жағынан нағыз шебер екені көрінді. Асума сол шайқаста қаза тапты және келесі миссияда Хидан мен Какузу тоғыз құйрықтың Джинчурикиі Узумаки Нарутоны ұстауға Канохаға келді. Оларға 4 аса мықты шиноби жабылды. Олардың қатарында қайталағыш ниндзя Какаши да болды. Сол шайқаста Хиданның негізінен жылдамдығы нашар емес, тек оның қолындағы шалғымен жасалатын соққылар оның жылдамдығын тым төмендетіп жіберетіні белгілі болды. Саны көп канохалықтар және оларға көмекке келген Узумаки Наруто, Харуно Сакура, Сай және Ямато Хидан мен Какузуды тығырыққа тіреді. 8 шиноби 2 шинобиге қарсы шайқасты. Хиданды Шикамару жеңсе, Наруто Какузуны рояль арқылы өлтірді. Дегенмен Хидан өлмеді. Ол тек жер астында шіри бастады. Осы шайқас Хиданның өз өлместігіне сенгені соншалықты, ол кейде ессіз қадамдарға барып, қорғаныс пен тактиканы ұмытып кететінін көрсетті. Хиданның садистік және мазохистік мінезі, оның асқан қатыгездігі мен ешкімге аяушылық көрсетпейтіні оған деген көп шинобилердің тарапынан үлкен өшпенділікті тудырды. Алайда оның кер тартқан мінезі мен боғауыз сөздерге деген ерекше махаббаты фанаттардың Хиданға деген үлкен сұранысын оятты. Сол үшін Хидан Чикара филлерлік аркасында көрсетілді және сол аркада ол Кабутоға қызмет етіп, Дейдарамен серіктес болды. Сіздерге Хидан ұнаса, видеоға лайк басып, коммент қалдырып, арнаға тіркеліңіздер. Себебі мен де Хиданның фанатымын. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір, видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар, жаңа видеоларда кездескенше.